неге Амир эфирде жоқ, Амир неге үшінші кезеңде шықпады деген сұрақтар толып жатыр. Жалпы екінші кезеңде жалпы андай аралау сайысы болды ғой. Сол кезде андай жүрекке қатты нагрузка түсірмейін деп басына жай істеп жаттым. Сөйтіп, ладно деп сәл күш салып, енді жүрекке нагрузка түсіп кетті ма түсінбедім өзімде. Сөйтіп содан кейін аралау сайысы біткен соң жүрегімді ұстасам, андай не то соғып отыр да уже. Ладно деп шыдап отырдым, бірақ по-любому қоймай жатты. Сөйтіп, ақыр соңында скорая шақырып, сөйтіп больницаға түскен жағдайым бар енді. Қазір бәрі жақсы. Енді алдағы уақытта көреміз енді қалай болады. Барлық Алланың қолында. Ойындамаңыздар. Саясат көріп жатырсың, жалпы ойынды айта жүр. Жалпы енді біздің жігіттің өнер жағынан да, жаңағы аралау жағынан да көріп жатырмыз ғой. Біздің жігіттердің барлығы 8 қырлы, 1 сырлы, бағалау өте қиын болып жатыр. Негізінде енді қазір байқап жатырмыз. Тимур осымен де өнер сайысында кішкене артта қалып қалса, қазір осы аралау сайысында алдыға қарай бір шаг алдыға жылжитын сияқты. Бір қадам, бір қадам алдыға жылжитын сияқты. Өйткені ең бірінші секунд санына қарасаң да Тимур аз уақыттың ішінде біреуін аралап тастады, екіншісінің жартысынан көбіне дейін аралап тастады. Және де бұл жерде Ғалымжанның көңіл-күйі жаңағы бірінші сайыстан кейін түсіп кеткен сияқты. Содан кейін де қазір өзінің бір кішкене мотивациясы түсіп кетіп, содан кейін қолынан келмей қалды деп ойлаймын. Жалпы жігіттерге сәттілік, барлығы да 8 қырлы, 1 сырлы ғой біздің жігіттер. Түсінікті, рахмет. Ал өз ойыңды айтып жүр. Ер азаматтардың кәдімгі осындай бір 7 қырлы, 1 сырлы екендерін шынымен де енді көріп жатырмын. Аралаудың өзінде кәдімгі тез жылдамдықты қойса, барынша өздерінің бір қалай айтсам екен, өздерінің заттарымен кәдімгідей бір әрқайсының өзінің опыты болады ғой. Сондай өз өнерлерімен аралап кәдімгі. Сен кімге жанкүйерсің? Енді қазір таңдап маған Диастың несі ұнады, кәдімгі өзі шапшаған қылығымен прям тез істеген болады. Одан кейін енді Тимур тоже молодец деп айтқым келеді. Кәдімгі ер азамат екенін көрініп тұр. Екеуін сырттай салыстырған кезде кәдімгі Тимурдікі шынымен де дұрысынан істеп жатқанын көрініп тұр. Түсінікті, рахмет. Жігіттеріміздің өнерін көріп жатырсың. Енді өз бағаңды бір беріп жер. Қалай болып жатыр енді? Жалпы өнер сайысында керемет, әркімнің өзінің талантын барынша көрсетуге тырысты. Дегенмен эмоционалды тұрғыда егер біз өнерді бағалайтын болсақ, онда жаңа Еркеғали эмоциялық жақсы деген сияқты, сосын Әмір жақсы сыйлады. Ал екінші кезеңде? Екінші кезең бойынша жігіттердің шынымен бір күші сыналды деп ойлаймын. Өзінің икемділіктері сыналды. Дегенмен барынша тырысты. Өзі көрінді жалпы кімнің қалай әрекет еткені. Түсінікті, рахмет. Екінші кезең болып жатыр. Не айтасыз? Бүгін енді екінші кезеңде ер азаматтардың қаншалықты мынау үйдің жұмысына қабілетті ма, қабілетсіз ба? Тіке десеңіздер, Ғалымжан ағашты кесе алмаған сәтте өзінің эмоциясына ерік беріп, ашу ұстап шығып кеткені де бар. Ол бұл жерде адамның әлсіздігі емес, негізінде адам ұтылген адам ғана ұтады. Жеңіс бар жерде ғана жеңіс бар деген нәрсені де байқауға болады. Себебі бірден ашуға ерік беріп, эмоциясын ұстай алмаудың өзі ол адамдағы сәл-пәл кейбір сәттердің дұрыс еместігін де байқатады. Сол себептен үнемі ұта беру, я болмаса барлық жерде бірінші болу деген мәселе жоқ. Арасында ұтылып та үйрену керек сияқты менің ойымша жігіттерге. Тіпті десеңіз кезінде мектепте еңбекке баулу, технология оқымады ма деп те күлдім. Шын мәнісіне келгенде ер азамат деген еркек деген болу керек, ез болып кетпеу керек. Майдаланып сақталмай, осындай физикалықта жұмысқа, іске бар болу керек деп есептеймін. Ассалаумағалейкум, жанкүйер. Жалпы қалай болып жатыр енді? Негізінде өте тартысты болып жатыр. Бүгінгі жарыс мына жерде тұрған ерлеріміздің, еркектеріміздің арасында өте тартысты жүріп жатыр. Бірақ мен ойлаймын, біреуінің бағы жанады, біреуінің бабы жанады, біреуінің ағашы су болып қалса, біреуінің ағашы құрғақ болмақ. Сондықтан достар, барлықтарымыз қолдап кетейік, комментарийге жазайық. Кім сіздер үшін мықты, келесі турда кімді көргіңіз келеді, маған қолдаушы болғыңыз келе ме? Жазып кетіңіздер. Алға. Сәл көтеріңіздер, суыңыздың астына, жоқ болған су жібектің астына қоясыз. Жұтып қоймаңыз, шайнап қоймаңыз, кішкене ұйыған Әмір бауырымыз кішкене сырқаттанып қалды. Енді тезірек сауығып кетуін тілейміз, Аллах шипасын берсін дейміз. Тем более осы Рамазанда енді ешқандай ауыртпашылық болмайды деген жедел жәрдем көмегін көрсетіп жатыр. Құрметті оқырмандар, бүгін біздің Қосайық бағдарламасында сенбілік эфирдің алғашқы эфирі өтті. Және бізде бүгінгі сайыс басталды. 6 жігітіміз
жеңімпаз Тимур сізді құттықтаймын, сіз үшін қатты қуанып тұрмын. Және құрметті көрермен, айта кетейін, суперфиналда ең басты сыйлық жеңімпазымыз 1 миллион теңге ақша алады. Тимур, әсерің қалай? Бүгін мүлдем өзім күтпеген нәрсе болды. Өте қатты қуаныштымын. Сіздерге біріншіден алғыс айтқым келеді. Сайыс меніңше өте әділ өтті. Осындай сайыс негізі болу керек. Көптен күткен нәрсе енді. Бұл айтқанда біздің көрермендерге де құпия нәрсе болды ғой енді. Бүгін білді. Біз де басқаларымыздан таныды деп ойлаймын. Тек қана рахмет айтқым келеді. Бұйырса алдағы ойындарға енді суперфиналға бұдан да күшті 2-3 есе мықты дайындалып келеміз.